Assalomu alaykum. Bugun bizda Baku baklavasi. Алдымен ыдысымызға жұмыртқаның сарысын, ерітілген сары майымызды, қаймақ, сода, тұз, қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызды 3 бөле отырып, жақсылап қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді ыдысымызға ақ уызымызды салып, қантымызды 3 бөле сала отырып, жақсылап аппақ болғанша миксерлейміз. Енді үгітілген грек жаңғағымызды салып, жақсылап араластырып қоямыз. Дайын болған қамырымызды шығарып, 8 бөлікке бөліп, қолымызбен шар тәрізді етіп дайындап қоямыз. Енді қамырымызды жақсылап дөңгелек етіп, жұқалап жайып шығамыз. Дайын болған қамырымызды формамызға саламыз. Осы бірінші қабатты қамырымызды ерітілген сары маймен жағып шығамыз. Екінші қабатты қамырымызға дайындалған салмамызды жағып шығамыз. Осылай кезектен кезек қамырларымызды қойып шығамыз. Енді дайын болған пахлавамыздың бетіне сәндір ретінде грек жаңғағымызды қойып шығамыз. 100-200 градуста қызып тұрған пешке пахлавамызды салып аламыз. Енді пісуіне 10 минут бұрын қантымызды, балымызды, суымызды құйып, жақсылап сироп дайындаймыз. Шыққан пахлавамызға құйып, тағы 10 минутқа қойып аламыз. Міне, дайын болды, ас болсын.